Сәлем. Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Мен енді жұмысқа бара жатырмын. Сиырларымды сауып, жайғастырып, біріне 5 литр сүтімді алдымды. Қазір магазинге өткізіп, сонымен жұмысқа барамын. Мен қай жерде жұмыс жасайды деп ойлайсыздар? Ал комментарияға жазыңыздар ойларыңызды. Не кетіп бара жатырмын жұмысқа. Сүтті жақын жердегі магазинге қойып, ары қарай жұмысыма кетемін. Қай жерде жұмыс жасайды деп ойлайсыздар? Ауылдың қарапайым ғана келіншегі, келіншек дейміз ба, келіншектен өтіп кетті ғой, үлкен әйел. Ауылдың қарапайым шаруа әйелі жұмысқа бара жатыр. Үйдегі жұмыстарымды бітіріп, сүт айрандарымды жасап, құятын жеріне құйып, ұйтатын айран ұйтып, пісіретін сүтті пісіріп, алатын қаймағын алып, сонымен жұмысқа бара жатырмын. 5 литр сүтті құйып алдым да магазинге қоям. Енді балалар деген магазин мороженый дейді, су дейді. Соған өткен бағасына соған ала береміз. Сол жазылып, маған тіркеліп қойыңыздар. Әлі сіздермен бөлісетін өте көп өнімдерім бар. Неше түрлі жаңағы ірімшіктен жасалынған, ірімшіктің қалдығы болады, суы қалған. Содан қандай өнім жасайтын көрсететін боламын. Арнадан алыстамаңыздар. Подписка жасап, маған тіркеліп қойыңыздар, жоғалтып алмас үшін. Енді сіздердің қолдауларыңыз әрине қазақ елі, қазағымның таза өнім қайдан шығып жатқан, қалай шығып жатқан білсін. Білмегендер енді білетіндер өздері біледі ғой. Енді міне магазинге келдім. Магазинге келді. Сүтті міне қойдым. Енді ақшасын алмайым, әрине. Анау мынау магазиннен жүгіріп барып әкелсек, заттарды ала саламыз. Соған сыза саламыз ғой. Келе жатырмын. Мені қайда жұмыс жасайды деп ойлайсыздар? Мектепте жұмыс жасаймын. Былтыр ашылған, 1 жыл оқыды бұл мектепте. Жаңадан ашылған мектебіміз. Негізі біздің мектеп ар жақта 37-ші мектеп. Мынау жаңадан құрылған ауылдың сол жақта, Айсұлу жақта мектебіміз бар, жаңалық деген. Енді содан осы жерге былтыр ашылды ғой мектебіміз. Жаңа мектеп, жайлы мектеп. Қазір сіздермен ішін көрсететін боламын сіздерге. Мұғалімдер келіп жатыр. Отпускілері бітіп. Енді міне мектебіміз. 27-ші жайлы мектеп. Жалпы білім беретін жайлы мектеп. Ішінде барлығы жақсы қамтылған, барлығы жақсы. Бұл мектеп менің үйімнің қасында.
бір көшеден кейін мектеп жақын. Осы жерде жұмыс жасаймын. Басқа уақыттарында азанда 5-те тұрып сиыр сауып, сүттерімді жайғастырып, содан кейін осылай жұмысқа келемін 9-да. Енді сентябрьде білмеймін, 8-ден бастап басталады ма жұмыс, 9-да басталады ма, көреміз. Мектепке келді. Мақпал, сәлем, қалың қалай? Жақсы. Мен қасымдағы келіншек келіп қойған деймін жұмысқа. Мына жерден кіріп аламыз. Осы келіп қойыпты. Міне, мектебіміздің іші. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мынау 3-ші этаж. Қараңыздар, мен қайда жұмыс жасайтынымды. Сәлем, қалың қалай? Ертеге бапсың ғой? Кеше жіберіңдер ғой, ол не бар ғой? Сізге апай айтып бердім, аласың деді,